Барлығыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бауыр тортын дайындайтын боламыз. Әрі дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге сиыр бауыры қажет. Оны ет тартқыштан ұсақ көзінен өткізіп алатын боламыз. Енді 400 мл сүтімізді құятын боламыз. Сүттің температурасы және проценті маңызды емес. Енді сұйық массамызды жақсылап араластырамыз. 4 дана жұмыртқаны саламыз. Және 50 мл сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. 150 грамм ұнымызды салып, 1 жарты ас қасық тұзымызды салып, сұйық массамызды араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңызда менде бауыр кішкене ұсақ түйірлер пайда болды. Толық езілмеді ет тартқыштан. Енді мен оны блендерде жақсылап шайқап алатын боламын. Бізде қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңызда сұйықтықта. Если сіздердің қамырларыңыз сұйық болып кетсе, ұн қосуға да болады. Енді қызып тұрған табада қамырымызды пісіріп аламыз. Енді бізге салмасын дайындау қажет болады. Ол үшін 2 дана пиязымызды және сәбізімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз, тәтті паприка және қара бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізде салмасы дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен 5-6 штук чесногымызды теркадан өткізіп, 400 мл майонезімізді ыдысымызға салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді бауыр тортымызды жинаймыз. Ол үшін бірінші қамырымызға майонезімізді, кейін салмасын салып, осылай орналастырып шығамыз. Менде тортымыз 8 слой болды, 8 қабатты болды. Әр қабатына майонезді қоспамызбен салмамызды салып, осылай тортымызды жинап алдық. Бұл тоқпасарды кез келген мерекеге жасауға және де күнделікті жасауға да өте керемет идея десем болады. Және дәмі тіл үйіреді. Біздегі тортымыз дайын болды. Біздің ең соңғы қабаты болғанда майонезді қоспамызды және де начинкамызды салып, әсемдік үшін аскөк қосатын боламыз.
Енді қайнаған бір жұмыртқамызды тортқа әсемдік беру үшін үккіштен өткізіп жасайтын боламыз. Мінекей бізде бауыр тортымыз дайын болды. Ол өте дәмді әрі жұмсақ, тоқпасар болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мінекей қандай биік әрі жұмсақ бауыр тортымыз.